Бәріне сәлем. Тамақты әрдайым кез келген нәрсені бастағанда бисмиллахпен бастаңыздар. Бисмиллах деп бастайық. Круассандар өте оңай рецептпен және де бір жасағаннан шығатын рецептпен жасаймыз. Ең алғаш жылы суға жарты чайна ложка қантымызды саламыз және оның үстіне дрожжды салып, оның үстінен жылы суды құямыз. Әрдайым кез келген істі тамақты бастағанда бисмиллахпен бастайық, сонда иншаллах күшті шығады. Оны бір 3-4 минутқа қойып қоямыз, көпіргенше. Енді құрғақ ұн, қант, тұз үшеуін араластырып, ортасын ашамыз. Бізде дайын болды. 3 минут, 4 минут тұрды, көпірді, оны саламыз, дрожжды. Сосын қамырды илейміз. Әрдайым тамақ істеген кезде бір сүрелер оқып қойыңыздар, оның үстіне сары май саламыз. Ат-тахият, өздеріңіз білетін кез келген сүрелерді оқып қойыңыздар, берекелі болсын деп дұға етіп істеңіздер. Осы тамақты жегенде әрдайым адамдар сол тамақтың күшімен берекелі, хайырлы істер жасасын деп дұға жасап тамақ істесеңіздер, ниеттеріңізге қарай береді екен. Қамырды жақсылап илейміз. Қамырды илегенде ұрып илеу керек. Вот сонда күшті шығады, ұрып илеу керек. Сосын былай 4 бұрыш қылып жасаймыз. Оны пакетке салып, холодильникке 4 сағатқа қалдырамыз. Немесе кемі 10 сағатқа қалдырсаңыздар болады. Содан соң сары майды аламыз. Сары майдың қалған бөлігін мұнда саламыз. Оны бір где-то 20 сантиметрдей етіп, көз мөлшерімен 4 бұрыш етіп жасап аламыз. Бұл бізге круассан қамырының ішіне керек болады. Оны да алып холодильникке салып қоясыздар. Дайын болған сары майды 4 бұрыш неге саласыздар. Одан соң онды аламыз, кішкене ғана шашамыз. Сосын жаңа қамырымыз бізде 10 сағат тұрды. Соны жаямыз кішірек қылып. Жайғанда только осындай 4 бұрыш формада жаю керек, дөңгелек болып кетпесін. Осы круассанда сары майға қатты мән беру керек. Өте арзан маргарин сармайларын қолданбаңыздар. 82% сары май жақсы болады. Көбіне қымбат дәмді сары май болса, круассанды дәмді болады. Қамырды осылай 4 бұрыш қылып жасап аласыздар. Содан соң жаңағы сары майымызды аласыздар холодильниктен. Арасына салып, былай көзбен өлшегенде 1:1 болу керек. Солай бетін жауып, қатты қолмен басып, оқтаумен басып, қамырды жайып жібереміз кішкене сол үстінен. Қараңыздар, осылайынан қамырды жаямыз. Осылай жаямыз. Круассанның тестасын дайындалу процесі, осындай слоеный тестаны жасау процесі тураж деп аталады. Қамырды осылай жайғаннан кейін көзбен 3-ке бөліп аламыз. Көзше 3-ке бөліп аламыз да. Оның жаңағы бір бөлігін 3-тің былай, қазір көрсетем видеода, былайынан жабастар, сосын 2 бөлігін былайынан жабастар. Сосын үстінен басып, тағы бір рет илеп қамырды орап жібересіздер, бір рет үстінен басып оқтаумен. Осыны енді мына қараңыздар. Ең главный жаңағы сол жақтағы бетті сақтайсыздар, өйткені ол жақ слой шығады, оны пакетке қайтадан саламыз. Холодильникке тағы да 1 сағатқа жіберу керек. Сонда слойлар күшті болып шығады. Холодильниктен 1 сағат өтті, менде аламыз. Енді қараңыздар, қамырды осылайынан слойларды міне осылайынан жаямыз. Қараңыздар, міне круассанның слойлары шығып жатыр, яғни тураж процесі жүзеге асып жатыр. Қараңыздар, осылайынан. Енді осыны 3-ке бөліп, тағы да орап, былайынан 1:1 бетіне жауып, холодильникке тағы да 1 сағатқа демалысқа жібереміз. Енді соңғы ғана неге келдік? Соңғы процесс конечный. Міне, слойларды көріп тұрсыздар ғой, мына шетінде ең главный. Осыны көрсетіп қойған әдейілеп. Осыны былайынан төмен қаратып аламыз, өзімізге қаратып. Сосын қамырды жаямыз.
қатты басып жібермеңіздер, жыртылып кетпесін соңғы слойлары. Әдемілеп былайынан жайлап ақырындап басып жаямыз. Бірақ ескеру керек, комната егер қатты ыстық болса, сармайлар еріп кетеді. Сондықтан тез жаю керек. Ал егер комнатный температура нормально болса, қамырды жаямыз. Міне осылайынан кішкене ұн шашып, қамырды жайып аласыздар формаға. Менде примерно ұзындығын өлшеп көрдім. 64 сантиметрдей болды мынандай ұзындығы. Ені где-то 28-30 сантиметрдей болды менде. Енді осыны әрқайсысын бір 8 сантиметрдей қылып қырқып алдым қолмен. Менде круассан кесетін арнайы пышақ жоқ, сондай болса, ондан да тіптен керемет, сондаймен кесесіздер. Вот осылай ортасынан бір бөліп, осылайынан істейсіздер. Егер начинка салғыларыңыз келсе, осы жерге арасынан шоколад, сгущенка, сыр салып жесеңіздер болады. Менде без ничего. Қараңыздар. Мен бір пісіргенде барлығын пісірмеймін. Қалған бір 6-10 ғана пісіремін, қалғанын жолдасым екеумізге морозильникқа полуфабрикат сияқты сақтап қоямын. Енді мынаны бетін бір сағатқа жауып, пакетпен жауып қойыңыздар, өйткені қаязып қалады. Бір сағатқа қалдырамыз. Ал мен қалғандарын морозильникке, пакетке салып қоямын. Міне бір сағатта менде 2 есе үлкейді. Прям 2 есе үлкею керек круассандар. Асықпаңыздар, әдемі шығады. Сонда бетіне жұмыртқа жағып 200 градуста 20-25 минут бет қызарғанша пісіріп аламыз. Сіздермен бірге болған Ора. Бірге үйді қуантайық.